Баршаңызға сәлем достар, мен бүгінгі видеода сіздерге осындай өте оңай жасалатын коронаны жасап көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Оны жасау үшін ең алдымен бізге осындай 8 дана парақ қажет, ол шашы пішіндес болуы керек. Ұзындығы мен ені онда 10 болуы керек. Ең алдымен осы әрекетті жасаймыз. Содан соң осылай бүктейміз. Келесі бетін де дәл осылай қайталаймыз. Артылған бөлікті дәл осылай бүктейміз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп жасауға тырысыңыздар. Қалған 8 дана парақты да дәл осылай бүктеп шығамыз. Міне біз барлығын бүктеп болдық, ал енді бұл пішіндердің барлығын бір-біріне кигізуге кірісеміз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп кигізуге тырысыңыздар. Міне біз кигізіп болдық, ал енді дөңгелек пішінді жасау үшін осылай екі басын кигіземіз. Міне біздің коронамыз дайын болды. Жасалу жолы осындай өте оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіз видеоны дәл осы жерге дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.